Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Екінші бөлім. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бірінші сабақ. Жақсы деген немене? Жаңа сөздермен таныс болайық. Еңбекқор, ақылды, мейірімді, үлгілі, тентек. Жаңа сөздерді сөздікке жазып қойыңдар. Оқылым тапсырмасы. Екінші тапсырма 38-ші бет. Мәтінді оқы. Жаңа сөздерді тап. Менің досым ауылда тұрады. Ол еңбекқор, ақылды, ата-анасына көмектеседі. Сабақты жақсы оқиды. Ол аяғы сынған құсқа көмектесті. Ол мейірімді бала. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жазылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. 38-ші бет. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Мысалы, мен ақылдымын қосымшасы. Мен ақылдымын. Мен мейірімді көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жалғап жазамыз. Сен еңбекқор, сен үлгілі, сіз ақылды, сіз мейірімді, ол тентек, ол ұқыпты. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жалғап жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Тиісті мың, мін, сын, сің, сос, сіз қосымшаларын жалғап жазады. Әр дұрыс жалғанған қосымшаларға 1 балдан берілетін болады. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 1 бай. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.